Алты перзенттің төртіншісімін. Алдымда ағам да, әпкем де бар. Сонымнан ерген ізбасарым, інім де, қызғалтақтай қарындасым да бар. Мен бақытты отбасының перзенті болдым. Ата-анам да қарапайым шаруа кісілер. Біреудің ала жібін аттамаған. Бізге де адалдықты үйреткен. Осындай отбасында өмірге келіп тәрбие алдым. Ата-анам, өзің жақсы болсан, әлем жақсы деген сөздерді көп айтатын. Біреуді кінәлап өмірде болған сәтсіздіктерге басқаны кінәлаудың қажеті жоқ екендігін үйреткен болатын. Сондықтан қандай жағдай болса да ақылмен шешуге тырысатын. Әрине, адам болған соң ашуға ерік беретін, қате шешімдер қабылдап қоятын кездер болады. Сарапқа салып, жақсылап ойланыңдар. Не нәрсені де 7 рет өлшеп, 1 рет кесіңдер. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін